Жайғасыңыз. Ассалаумағалейкум. Қош келдік. Есіміңіз? Есім Ақмырза. Ау? Ақмырза. Ақмырза. Жасыңыз нешеде? Жасым 32-де. Қай жақтың тумасысыз? Шымкент. Шымкенттен келдіңіз. Ал неге Айнұрды таңдадыңыз? Ау? Неге Айнұрды Неге таңдадыңыз? Айнұрды? Айнұрды бір 4 жылдан бері танимын Айнұрды. Жеке танисыз ба әлде сырттай? Жоқ, жеке. Мәссаған. Кім дедіңіз атыңыз? Ақмырза. Ақмырза. Я, ойбай, мен де танимын. Жоқсыз ба? Білмеймін, Шымкент. не нетесіз, видео түсіресіз? Иә. Онда, білемін. Білесіз? Жақсы, онда шымылдықты ашып алайық, иә? Жақсы. Жақсы, ендеше шымылдық ашылсын. Мәссаған, не деген әдемі гүл шоқтары. Ал әсеріңізді айтыңыз. Мен вообще күтпедім. Негізі бір қызық айтайын. Бүгін эфир басталмай тұрғанда Жансая, Айбат үшеуміз бүйтіп айтқан болатынбыз. Бүгін үшеуміздің біреуімізге үміткер келсе екен деген сияқты. Сосын бір бәске түс қойып едік. Ыңғайсыз болып қалды ғой. Кімге деп ойладыңыздар? Жоқ, біз бүйтіп айттық, үшеуміздің біреуімізге келіп қалса, онда үшеуміз бірге барамыз деп прикол ұстағанбыз ғой. Сөйтіп мен енді ойламадым, дәл бүгін келіп қалады деп. Кездесуге енді танысыңыздың келгеніне үшін қандай әсер? Ол негізі біз таныс болғанда өмірімізде бір-ақ рет көріскенбіз. Ол еще мынандай болды да. 2020 жыл. Иә, ол кезде мен еще осыдан қанша? 3 жыл бұрын, иә? Иә, осыдан 3 жыл бұрын ол кезде мен ара қатынаста болғам. И видео түсіруге осылайынан предложение түсті. Бірге бір видео түсірдік. Бұл кісі командасымен болған. И вообще одан кейін ондай әңгіме, вообще ондай нәрсе болмаған. Ойламадым, шын айтсам. Ал Ақмырза, енді сіз қалай сол кезден бастап негізі ұнатып қалып едіңіз Айнұрды? Жоқ, ұнатқанда былай енді бір көргенде приятный қыз болды. Бірақ жігіті бар екен білетін тұғым ше. Білгенде енді бір видео түсірмекші болдық бірге. Сол уақытта енді келсе соң андай уақытта жолығамыз деп енді оңаймыз. Сол кезде бір кешкі уақытта жазған кезімізде өз айтқан тұғын, менің жігітім бар, кеш мазаламасаңыз деп айтқан тұғын. Содан кейін білдім, жігіті бар екен. Содан кейін жолықтық, видеоны түсірдік, бірақ одан кейін бір сөйлесу, онда ештеңке болған жоқ. Ал сіз Инстаграмнан бақылап жүрдіңіз? Инстаграмда бір-бірімізге тіркелгенбіз, әлі күнге дейін подписан екенбіз бір-бірімізге. Иә. Бірақ жалпы стористерді көріп жүретін тұғымыз. Қазір келуге не түрткі болды, бұдан ертерек емес дегендей? Ертерек болғанда, ертерек келейін деген неге жалпы? Осыдан... Сіздің жасыңыз кішірек емес пе еді? Мен жасым ба? Иә. Өзім таныстырған жоқ ма неге жалпы? Жоқ, мне кажется, сол кезде есімде бір кішірек возраст айтқан сияқты едіңіз да? Сол кезде. Сол возрастта қалып қойды деп ойладыңыз ба? Жоқ, менен кішірек сияқты еді да? Жоқ, мен жалпы өзім жасым жасырмағам негізі. Жасым 32-де ол. 32-де? 32. Онда мен кішірек те ойым. Иә, 27 жас, жоқ. 27-28 жастар, примерно. Сол кезде. Мен тағы бір нәрсе айта салайын деп, мен де өз үміткермен келген таныстық тоқтады. Мәссаған, неге? Соны айта салайын деп, ертеңнен бастап бұйырса үміткер күтім. Сол баған бері айта алмай жатырмын, кіре алмай жатырмын ортаға. Не болды, не үшін әңгімелеріңіз жараспай қалды ма? Иә, жараспады. Менің талғамда қыз емес просто болды. Мәссаған. Енді тырысып көрмедіңіздер ме? Иә, ол кісі енді Марста, мен Айда деген сияқты ғой, сол сияқты болып тұр. Сондықтан ертеңнен бастап бұйырса енді үміткер күтем Алла қаласа. Жақсы. Енді Жандос, кімге сыйлық? Иә, бұл сыйлық Алишер мен Аягөзге, қолдаушыларға.